Рустам Абишевич, глубоко отрадно вас видеть, приветствовать вас. Спасибо. Я предлагаю начать с этой исторической даты, 19 марта. Вот среди журналистов, расскажу, если можно, поделюсь, были мы в редакции в этот день. Это все было неожиданно. Это было, знаете, в глазах у журналистов, мы в редакции сидели, работали, был один вопрос: почему и что делать дальше? Все с растерянностью смотрели друг на друга. И вот это было неожиданностью как для казахстанцев, так и для мира. Вот спустя полгода. Вопрос такой: не жалеете ли об этом принятом решении? Не жалею, конечно, потому что это было абсолютно продуманное со всех сторон решение. Значит, не надо забывать, что я во главе Казахстана нахожусь 30 лет. А если считать 79-го года прошлого века, когда я стал секретарем ЦК, то 40 лет. А вот первые роли руководитель правительства Казахстана и первый руководитель с 1984 года 35 лет. Ну, во-первых, спасибо народу, которые все эти годы избирали, и я был главой государства. Все же в какой-то части населения, может, и усталость от одного человека. Этот момент есть. Во-вторых, нужны изменения. Ничего не стоит на месте. Нужны изменения, нужны новые люди, новые кадры. Любой другой человек, у него свой взгляд, свои отношения. Поэтому это абсолютно продуманный шаг. Я думаю, что я правильно сделал. И я не жалею нисколько о том, что я это сделал и кого я избрал преемником. Я от многих больших государств мира, руководителей, получил телефонные звонки. И с сожалением, и с тем, что мы транзит власти решаем мирно, демократично, согласно нашей Конституции. Поэтому многие считают как пример. И здесь вопрос заключается в том, чтобы все, что сделано было за 30 лет, это закрепить. А мы достигли великих успехов за эти годы, небывалых. Казахи в своей истории никогда так не жили, как сейчас. Это факт, это никто не может. Никто, кроме нас, на стыке двух веков не построил столицы такой, как наш. Миллионный город уже стал. Поэтому с благодарностью за доверие, которое мне было оказано, я решил отойти. Есть какой-то возрастной ценз. Первый руководитель государства должен быть всегда на белом коне, впереди, иметь абсолютно сильную энергетику. Если бы мне от родителей не досталось настолько сильной энергетики, я бы, наверное, не выдержал, потому что годы были трудные. Так что не жалею, считаю, что я правильно сделал. Ради народа, ради Казахстана. Нұрсұлтан Әбішұлы, 30 жыл ел басқарып, экономиканы дамыту, халықтың әл-ауқатын арттыру жолында аянбай еңбек ету кез келген адамның қолынан келе беретін дүние емес. Осы ретте сіз табысты қызметіңіздің сырымен бөлісіп өтсеңіз, оның сыры неде? Ол туралы көп жазылды, көп айтылды. Ана күні жазда менің басшылық қызметінде лауазымның 30 жылдығын атап өткен кезде конференцияда азаматтар сөйлеп, жан-жақты талқыладық. Қалай жағдайда болдық, не істедік деген мәселелерге. Әрине жаңа шет жағасын айтып кеттім. Ол мына елдің сенімін арқалап, осы жылдардың ішінде 100 жылға татитын шаруаны атқардық. Менің серіктестерімменен, менің замандастарымменен бірге. Оның барлығы елге мәлім. Мысалы, осы жылдардың ішінде ең негізгі әл-ауқат үшін экономика ғой. Экономика өспесе, экономиканың өнімі үлкен болмаса, мемлекеттің қалтасында қаржы болмайды. Қаржы болмаса, оны зейнетақыға да, жалақыны да төлей алмайды, басқаларды одан бұрын төлей алмайды. Сондықтан айта кетейік, осы жылдардың ішінде экономикамыз 20 ретке жақын өсті. Осы жылдардың ішінде 2000-ға жуық ауруханалар, поликлиникалар салынды. 1,5 мыңнан артық мектеп салынды. 1000-ға тарта балабақша салынды. Осының барлығы халықтың жағдайы, әл-ауқаты
осындай қамқорлықтың арқасында, табысы елдің көбейгенінің арқасында біз орташа жасының ұзындығы қазақстандықтардың 67 жастан 73 жастан асып кетті. Бұйыртса, одан да жоғары барып 80 жасқа дейін жетеді деп ойлаймыз. Ол қашан болды бізде? Ешқашан болған жоқ. Халықтың саны өзгерді. Мысалы, 1991 жылы мен тәуелсіздікті жариялар кезде, қараған кезде, парламентте жоғарғы кеңестің депутаттарының өзінің ішінде қазақтың саны 44% болатын. Қазақстанда да солай болатын. Қазір мінекей мен айта аламын, бүгін Қазақстанда 70%-ке жетіп қалды. Ол деген үлкен табыс біз үшін. Сонда жаңағы Совет одағы құлады, елдер не істейтінін білмей қалды. Осы жерде боламыз ба, болмаймыз ба, қазақ тілін білмейтіндердің болашағы жоқ екен деп жан-жаққа көшкен кезде халқымыздың саны 14 миллионға төмендеп кетті. Қазір міне Құдайға шүкір 18 миллионнан асып жығыламыз. 18 миллион 200 мың халқымыз бар қазір. Оның ішінде жаңа 70% өзіміздің қазақ. Енді Елорданы Алатаудың баурайынан Арқаның төсіне алып келуді оңай шаруа болған жоқ. Ешбір мемлекет оны жасаған жоқ. Жаңа Моңғолдың премьер-министрімен осының алдында кездестім. Олар да бір Ұлан Батырдың түбінде қаласы лайық деп жатыр, біздің тәжірибені үйренгісі келеді. Оған қарсы болған адамдар да болды. Себебі сенбеді, жағдай қиын еді, ақша жоқ. Өкіметте қалай бұл қаланы саласың, не су шықты ма Алматыдан деген көп әңгіме естідім ғой. Бірақ та ол да біздің геополитиканың шаруасы еді. Оны түсінген адам түсіне береді. Бұл жерде қазақ мүлде жоқ болатын. Қазір ең Қазақстанның қазақи қаласы ол Нұр-Сұлтан қаласы болды. Дөңгелектегі де солай болып, қазақ деген енді бір туысқаны басшы болып барса артынан еріп барады ғой. Қолтығына папкасын қысып. Сол айтқандай мына дөңгелектегі көшіп кеткен неміс, орыс, басқа халықтардың үйлерін біздің ағайындарымыз алып жатыр. Ол да үлкен жақсылық еліміздің солтүстігіне деген. Оңтүстікте қалың жұртты солтүстікке қарай көшіру, мына жақта мүмкіншіліктің барлығы бар екенін білдіріп, үлкен шаруа жасадық. Айта берсе, әңгіме о жағынан көп, ол жекеше айтылған, әлі айтылады да. Мен өзім кейде мынау қалаға қарап отырып, істелген жұмысты қарап отырып, өзім таңғаламын. Әлгі невери глазам своим деген бар ғой орыстарда. Қалай қолдан келді, қалай болды. Менің бүгінімнің істеген шаруасы осы, елдің қолдауына ризамын, жігер бергеніне осылай үшін мінекей үлкен шаруаларды жасадық, істедік. Руслан Бешевич, предлагаю вернуться к первой теме по сложению президентских полномочий. Все-таки муссируются вопросы, возникают, кто-то делает умозаключения свои, вопросы двоевластия. Я предлагаю еще раз вам поставить на этом точку и прокомментировать. Я слышу это все. Я слышу, читаю, смотрю. Это, как говорят, от лукавого. Сплетни специально запускаются людьми, которые не хотят стабильности в Казахстане. Хотят, чтобы здесь драка была, раздвоение было и так далее. Это наши беглые воры и предатели Родины. Они оттуда запускают, чтобы спокойную жизнь народа нарушить. Это не имеет никакого основания под собой, поскольку Казахстан является унитарным государством с президентской формой правления. Такое не только у нас. Это французский вариант, российский вариант, отчасти американский вариант. То есть президент Токаев избран всенародно, он является президентом. Что касается меня, вам тоже известно, согласно закону, я являюсь председателем Совета Безопасности. Да, этот орган решает вопросы внутренней и внешней политики, согласовываются кадры, но это коллегиальный орган, я только председатель. А там членом являются все руководители страны, где мы коллективно решаем, чтобы не допустить ошибок. И мой статус тоже определенный конституционным законом елбасы или қазақша айтқанда ұлт көшбасшысы деп айтып отырсыңдар ғой. Моя задача, во-первых, обеспечить работу Совета Безопасности, руководство политической партии «Нур-Отан», Ассамблеи народа Казахстана
Кроме этого, многие международные органы, в создании которых я принимал участие, предложили мне стать почетным председателем этих органов. Мы потом поговорим на эту тему. То есть работы хватает. Приглашают. Я туда еду, потому что там провожу интересы Казахстана, нахожу новых друзей для Казахстана, инвесторов для Казахстана. Поэтому я в этом ключе продолжаю работать. Конечно, президент Токаев советуется со мной, и когда обращаются, я с высоты своего опыта, и жизненного и практического, ради страны такие советы даю. Ну, советы, а решение принимает тот, кто берет эти советы, поскольку сам наш президент объявил первым пунктом повестки дня преемственность. И это преемственность от того, что было сделано. Я тоже хочу, чтобы преемственность была, курс на развитие, курс на стабильность страны сохранялась дальше. Вообще, у Черчилля есть хорошие слова, он говорит, у меня никакого сомнения нет, что отдавать власть намного приятнее, чем принимать ее. Я вот думал, что за такое выражение, потому что принимать значит брать на себя ответственность. Большую ответственность перед народом, перед всеми. Сможешь ты это делать или не сможешь? Если не сможешь, зачем туда идешь? Еще есть такая пословица, что это греческие философы еще сказали. Власть надо давать тому, для кого это тяжелая работа, а не для того, кому это вожделение. Я совсем с другой позиции на это смотрю. Елімізде президент сайлауы өтті. Азаматтар мен шетелдік сарапшылардың көпшілігі сайлауға дейін-ақ Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жеңіске жетеді деген еді. Ең бастысы оны Назарбаев қолдап отыр деген уәж жиі айтылды. Неге сіздің таңдауыңыз Қасым-Жомарт Тоқаевқа түсті және өзге кандидатуралар қарастырылып па еді, әлде жоқ па? Әрбір басшылықта істейтін бірінші басшы өз заманы келгенде ойлана бастайды. Қалай бұл мына билікті өткіземіз, ендігі буынға оны кім басқарады? Әрине менің төңірегімде көп жақсы азаматтар өсті, болды, өзің бәрін көріп жүрсіздер. Бірнеше адамды қарадым мен, шынын айтқанда. Соның ішінен бүгінгі күні ең дұрысы, сай келетіні осы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев деп есептедім. Неге? Біріншіден, менің жанымда ширек ғасыр келе жатқан адам, мен оны білемін. Ол да менің жұмысымның сыр-сипатын барлығын біледі. Екіншіден, қазақтың бірден-бір сауатты азаматы. Үшіншіден, дипломатиялық өмірде көп кісілермен танысқан, білген, шыққан кезде дипломаттардың барлығы, елбасылар олдар да дипломат, барлығы оны таниды. Менің ұсынысыммен Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысының орынбасары болып, Женевада жұмыс істеді. Содан кейін 10 шақты жыл сенатты басқарды, заң шығару жағында біледі. Естеріңде болса, кезінде мен оны өкімет басына тағайындағам, 2 жылдан артық жұмыс істеді. Ел басқару оңай нәрсе емес. Әрқайсысы ойлайды ел басқарамын деп, бірақ та барлығын өзің өтпесең, әрине бәрі солай бола бермейді, мен құсап. Ең төменнен бастап, заводтан бастап, қаланы, облысты, республиканы барлығын өтіп, барлығын ешкім сені алдаймайды. Барлығын ауылда не істейтінін мен білем, ауданда не істейтінді білем, облыста не істеп жатқанын білем. Сондықтан ол дұрыс болар еді. Бірақ та ондай тізбеден өткізу оңайға болмайды. Дегенмен Қасым-Жомарт Кемелұлы солардың біразынан өтті деп санаймын. Елдің таңдағаны дұрыс. Нұр Отан партияның ұсынуымен, менің ұсынуымменен халық сайлады. Енді осы президентімізді қолдауымыз керек бәріміз. Елге сол керек. Жаңағы Айгүл айтып кеткенде екі түрлі билік бар ма деген баяғыда Төле би бабамыздың айтып кеткені есіңде бар ма? Неде мен болам деген хандары лауазымға таласып быт-шыт қылды елімде. Быт-шыт болған елді кім болса солады. Содан кейін ар жағынан деді, көк атты келіп көлденең жаулап алды жерімді. Егер біз жаңадан қолымызға түскен бақыт, тәуелсіздікті сақтап қаламыз десек, елдің бірлігін сақтауымыз керек. Елдің ішіндегі тыныштықты сақтау керек. Анау кетті, мынау кетті, біз емес, анау
дүние жүзіндегі ең ұлы империя, Рим империясындағы философтардың айтқаны, глупые ораторы, молодые, уничтожили мою республику деген сөздер бар. Сондықтан біздің халқымыз дана, үлкенді кішілі болып, тентектерді жолға салып, елімізді ары қарай жүргізуіміз керек. Әлі алдымызда толып жатқан жұмыстар бар. Мұны көріп отырсыңдар ғой, қымық шытырық дүниеде болып жатқан жағдай, келіспей бір-бірімен ұлы алып мемлекеттер келісе алмай, бірімен бірі сауда жағынан да, санкция жағынан да текетіресіп отырған кезде, Қазақстан үлкен империялардың ортасында отырған мемлекет, халық өте әр уақытта мұқият болу керек. Мұқият болу деген елдің тыныштығы арқылы ғана біз өркендеп өсе аламыз. Әлі біз жететін жерімізге ештемеден қорықпаймыз дегенге жеткеніміз жоқ. Осындай темппенен жүрген оңтүстік Корея 54 жылдың ішінде ғана жетті. Басқалар 40 жыл, 50 жылдан барып, аяғынан тік тұрып, мінекей енді осылай тұрады деген мәселеге келді. Сондықтан біз барлығын алып алдық, бәрін жасап алдық деген болмау керек. Талай жұмыс бар әлде, ел үшін істейтін, халық үшін істейтін. Сол жұмысқа келер ұрпақ дайын болу керек. Мен өз басым ел басқарып істерімді істедім, менің буыным істеді. Енді келер буын менен жақсы істесін, көрсін, көрек, қалай болар екен. Нұрсұлтан Әбішұлы, сіз президенттік лауазымнан кеткеніңізбен мемлекет басқару ісінде маңызды рөл атқара бересіз. Дей тұрғанмен 19 наурыздан кейінгі бұл алғашқы үлкен сұхбатыңыз болып отыр, журналистерге беріп отырған. Осы ретте маған мына сұрақ қызық. Сіз президенттік қызметіңізді жалпы қалай қорытындылар едіңіз, егер салалар бойынша алсақ? Белгілі бір қорытынды шығаратын кезге келген секілдіміз. Егер де ойлана келіп, сарапқа сала келіп, оң нәтиже шығармасам, мүмкін мен кетпес едім. Жалпы менің лауазымым 20 жылдың аяғына дейін болатын. Оған мен қарағам жоқ, тоқтағам жоқ. Жалпы елімізде, сырт сарапшыларда Қазақстанның осы жылдардағы өсіп өркендеуіне оң баға берді, бәрі. Өздеріңіз білесіздер. Біз бұрынғы Совет одағының аумағында республикалардың ішіндегі ең тез реформа жасадық. Экономикамыз ең тез өсті. Бүгінгі күні Қазақстанның экономикасының аумағы мына 4 ағайынды бірдей санасақ, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан, солардан бәрін қосқанда 2 есе көп. Бұл деген істеген жұмыстың нәтижесі ғой. Біз жай жүргеніміз жоқ, дүниежүзілік тәжірибені пайдаланып, бағдарламалар жасадық, стратегиялық бағдарламалар. Мысалы, 2030 жылға деген бағдарламаны уақытысынан бұрын орындап тастадық. Енді 2050 деген бағдарламаға жұмыс істеп жатырмыз. Соның саясында 100 қадам, соның саясында тарихи жаңғыру, 7 қадам, 7 саласы деген мәселенің барлығы, инфраструктуралық, индустриялық мәселе, барлығы сол 2050 жылға дейін бағдарламаның ішінде жасалып жатыр. Негізгі мақсат өркендеп өскен ең жоғары қатардағы 30 елдің арасына қосу. Сондай болған жағдайда елдің де жағдайы солай болады. Сондықтан мен оң нәтиже беремін. Жаңа айтып кеттім ғой, біз осы кездерде экономиканы ғана өсіріп қойғанымыз жоқ. Көптеген жыл сайын орташа 10 миллионнан шаршы метрден үй салынды десе, 30 жылдың ішінде қанша болады? 300 мың. Онда еш уақытта қарқын болған жоқ. 2000-ға жақын аурухана менен поликлиникалар, 1500-нан артық мектеп, балабақшалар салынды. Қарап отырсыңдар, еш уақытта бұндай жол салынған жоқ Қазақстанда. Жол деген ол экономика. Осы екінші 5 жылдықты жасап жатырмыз. 14,5 мың шақырым жол не жөнделді, не қайтадан салынды. Ол жай жол емес, бетон, автобан, батыстағы біз көріп жүрген. Мұндай жолдар сирек тарихи кездерде ғана басылады. Германияның жолына барғанда біз таңғаламыз, оны Аденауэрдің кезінде салынған жол болған. Салып кетті. Біз сынап жүретін генерал Франко Испанияның барлық жолын салып кетті. Тіпті баяғы Рим империясының салған жолдар әліңгі дейін Европаның ішінде бар. Сондықтан жол салу деген экономиканы өркендетумен бір. 5-6 сағат жүретін жерге қазір 1-2 сағатта баратын болдық.
Теміржол да тез болды. 2,5 мың шақырым теміржол салынды. 2 порт салынды Каспийде. Қытаймен шекарада анау Қарғос сияқты, басқа жердегі сияқты жүк өтетін мәселелер болды. Жүктің Қазақстан арқылы транзитінің өзінен біз миллиардтаған доллар ақша тауып жатырмыз осы күні. Оны айта берсе көп қой істелген шаруа. Өте көп. Өте көп. Енді осының қарқынын тоқтатпай ары қарай жүргізе беру керек. Біз бұратала мына шикізатты сатып ақша табудан ажырап басқа экономикаға көшу керек. Индустриалдық программа деген сол, ендігі жолда тұрған ауыл шаруашылығы мәселесі. Сондықтан көп шаруа істелді деп санаймын. Менің өзім тұжырымдауым бойынша менің буыным қазаққа қолынан келгенше барлық жақсылығын берді. Қанша университеттер ашылды мінекей. Экспо 2017 болды. Осы жылдардың ішінде мына елордамызға ОБСЕ-ның жиналысы өтті. Жылда үлкен форумдар өтіп жатты дағы. Қазақстанның елордасын, астанасын көріп, Қазақстанды көріп паш етеді. Енді күнде көріп жүргеннен кейін бағасы болмайды ғой әр нәрсенің. Біздің жас ұрпақ оны біле бермейді. 90-шы жылдары не болғанын қайталап айта беру керек. Пәтерлерді жылытатын жылы болмай суық үйде тұрды халық. Электр жүйесі аптасына бір-ақ рет берілетін жағдайға келдік. Жалақыға ақша жоқ, зейнетақыға ақша жоқ, магазиннің сөрелерінің барлығы бос. Сондай жағдайдан біз бастадық. Бұл Қазақстан мемлекет бола алмайды дегенді мен талай естідім. Бола алмайсыңдар сендер. Қашан еш уақытта мемлекет болған жоқ деп. Дегенмен мысалы мемлекет құрылды. Ол мемлекетте дүние жүзі мақұлдады. Шегендеген шекара болған жоқ Қазақстанда. 14,5 мың шақырым төңіректегі шекараның барлығын келіссөзбен бекітіп, Біріккен ұлттар ұйымына тапсырдық. Бұл шекараның 1-2 километр жері шешілмесе, ол ылғи төбелес соғыс. Оның барлығымен шешіп, шегендеп, келер ұрпаққа ол мәселені алып тастадым. Бұл деген өте үлкен табыс. Өте үлкен. Енді өздерің білесіңдер, алып елдердің басшысыменен сөйлескенде, оларды Қазақстанға шақырғанда, немен оларды біз тартамыз бері қарай? Тек қана білігіңменен, жаңағы жақсы қарым-қатынас орнатуменен барып, алып келесің, сондықтан осылай болады. Солай инвесторды алып келдік. Қазақстанға 330 миллиардтан артық бүгін ақша құйылды шетелдіктердің, соның арқасында жемісін біз көріп отырмыз. Руслан Абишевич, предлагаю о партии Нур-Отан. Да. Вы поставили задачи важные, сложные, жизненно важные для вообще населения. Чем обусловлены масштабы перезагрузки на партии? Во-первых, время не стоит на месте. Все меняется. Меняется вместе с временем, меняются люди и их психология. Сегодняшняя партия, как говорят, с дремлющего режима должен перейти к активным действиям. Политическая партия, партия власти, будем говорить, через которые избираются все руководящие органы, депутаты разных уровней, правительство, в конце концов, президент через эту партию избирается. Он должен сегодня стать между народом и властью, связующим звеном. То есть знать все чаяния людей на местах. У нас более 800 тысяч членов партии во всех регионах, во всех селах, аулах, во всех городах и районах. То есть они те, как щупальца, знают, что там делается. Принимаются хорошие программы, решения. Президент объявляет послание. И дальше что? Вот партия должна активно работать над тем, чтобы, во-первых, разъяснить, во-вторых, если что не делается, то поскольку правительство назначается фракцией Нур-Отан в парламенте, имеет право пригласить любого министра и сказать, почему это не делается. То есть помочь правительству с одной стороны, с другой стороны разъяснять, что не делается. Самая богатая страна в мире, одна из богатых стран, это Сингапур. 56 тысяч долларов на одного жителя. А Коста-Рика 12 тысяч долларов на одного человека. Когда провели исследование,
костариканцы считают себя более счастливыми, чем сингапурцы. В чем дело? Интересно же, да? То есть дело не в богатстве. Точно так же американцы, допустим, и если сравнить наиболее с меньшими объемами экономики государства, там они себя считают счастливее, чем рядовой американец. То есть, оказывается, вопрос не в деньгах, вопрос в этом, вопрос в ситуации, которая складывается в стране. Если в стране спокойно, если дети не гибнут в войнах, если кровь не льется, и есть у человека работа, и он живет, и в этом заключается счастье. Біздің қазақтың тарихында, табиғатында бір үйдің бала-шағасы көп болып, жағдайы қиын болып жатса, ағайын туысқан жиналып, көмектесейік деп көмектесетін. Немесе ол балаларды ағалары, інілері алатын. Осындай мәселелерді халыққа түсіндіру керек қой. Егер де ол құрашайын әкеп берді ме, маған жұмыс беріңдер десе, онда ол өкіметтің шаруасы. Маған жұмыс беріңдер, мен ақша табайын, өзім табамын деп. То есть он должен просить работу, рабочее место, чтобы он мог зарабатывать, и что он обеспечит. В конце концов, это же комфортно для самого человека, что я не руки протягиваю, где-то сижу на перекрестке, а сам работаю, сам зарабатываю. Вот это правильная постановка вопроса. И государство должно, обязано создавать рабочие места, чтобы люди работали, зарабатывали. Вот сегодня роль политической партии – быть с народом, знать чаяние, доносить его до власти, а власть заставлять заботиться и не пропускать ни одной просьбы. В конце концов, когда человеку по-человечески объяснишь, он уже это понимает. А так вообще не разговаривать и сказать, что ты не прав, это неправильная позиция. Поэтому я перед партией Нур Отан ставлю такую задачу. Эта партия последние 20 лет является политической силой. Все выборы проводились через эту партию. И сейчас продолжаем работать. Поэтому сейчас вот перестройка этой партии, новые задачи, новый уровень развития требует перестройки. Александр Ильич, вы до этого говорили, хочу вернуться к нашему главному городу, Нур-Султану. Да. Этот город открывает новые возможности для людей. Мы же видим, и с журналистами разговариваем, и вот говорят, что это действительно это рукотворный такой памятник тому, что невозможно сделать. Да. Вот вы и на Астанинском экономическом форуме говорили о тренде развития городов. Вообще, какое будущее у городов-миллионников? Вы же сами этот тренд и задали в 90-х? Я знаю, многие не понимают и смотрят с точки зрения, к большим городам приходят, липнут и проблемы создают. Да. Если посмотрите, Париж именно так развивался. Был маленький Париж, а потом приезжали со всех окраин и липли вокруг города. Тогда власти начали создавать жилые кварталы, и таким образом разрастался. Нью-Йорк так растет. Посмотрите, Мехико, 20 миллионов человек, там половина, наверное, вот такие вот пригороды. В любых городах, и в Нью-Йорке есть, и в Мадриде есть, везде есть. То есть, естественно, человек тянется туда, где ему комфортно жить. В больших городах создается наука, заводы и предприятия, там лучшие учебные заведения, там лучшие школы, там лучшие рестораны. Там, в общем, все качественно, поскольку здесь концентрируется знание, наука, все. И, естественно, притяжение человека к таким городам. И эту урбанизацию никто остановить не может. Поэтому надо управлять этим. Вот, например, в Астане тоже проблема, в Алмате тоже проблема. Стихийно это не должно быть. Положено на одного человека здесь 20 квадратных метров. Ты не можешь в свою двухкомнатную квартиру прописывать 100 человек. Поэтому большие города, миллионники, хотим мы того, не хотим, они будут. А аналитики, эксперты сегодня в один голос пишут, что мир будут управлять миллионники. Не государства-миллионники, но предполагается, что будет 600 миллионников в мире, и где будет создаваться наука, где будет культура, где все будет развиваться. Теперь миллионный город, его называют бессмертным. Почему? В любые кризисы в миллионном городе есть рабочая сила, и они производят продукцию, продают, и есть кому купить. То есть вот так вот внутри
живет город, сам тебя обеспечивает. И с этой стороны тоже. Поэтому Алматы у нас к 2 миллионам приближается. Астана сегодня 1 200 000 уже. Но поскольку Шымкент достиг миллионного уровня, мы его сделали республиканского подчинения. И вы знаете, там создали Туркестанскую область. И вот это тоже хорошо. Ну, на подходе такие полумиллионные города, как Караганда, как Ахтюбинск и другие, они подтягиваются, с каждым годом растут, и идут туда люди. Өзіңіз білесіз, соңғы кездері урбанизация процесінің белсенді жүргізілуіне байланысты ауылдар мен ауыл шаруашылығын дамыту мәселесінің өзектілігі арта түсті. Жастардың көбісі қалаға келіп, сонда тұрақтап қалғысы келеді. Бұл бір жағынан ұлттық азық-түлік қауіпсіздігіне нұқсан келтіретіндігін бәріміз білеміз. Осы ретте еліміз урбанизация процесінен қалыс қалмай, ауыл шаруашылығында дамыта алады ма? Сіздің ойыңыз қандай? Біз урбанизацияны жасанды түрде жасап жатқанымыз жоқ. Бағдарлама жоқ урбанизация жасау деген. Ол халықтың өзінің қозғалысы, оған кедергі болу қиын. Сондықтан бұл мәселенің ол жағы бар шынында да. Бірақ та дүниежүзілік тәжірибеге келетін болсақ, анау алып мемлекет Американың ауыл шаруашылығында істеп, ауыл шаруашылық өнімдер шығаратын халқының ауқымы 5%. 5%. Бізде 43% ауылда тұрады дейміз, бірақ сол 43-тің 20% ғана ауыл шаруашылығын жұмыс істейді, қалғаны келіп кетіп қаланың төңірегінде тұратындар. Германияға барсақ та, Канадаға барсақ та, сол 5-7% халқы сөйлейді. Неге олар? Өнімнің өнімділігі жоғары ауылда. Техника, үлкен көлемде жұмыс істейтін техника, химия, өнімді үлкен қоп шығаратын. Соның арқасында өзінен өзі ол жерде жұмыстылар қысқара береді. Ешкім қазір бекерге ақша жұмсағысы келмейді. Әрі ақшаны есептейді. Өнімді болу үшін, табысты болу үшін. Сондықтан біз ауыл шаруашылығына көп көңіл бөліп келе жатырмыз. Дүние жүзінде барлық мемлекеттер субсидия жасайды ауыл шаруашылығына. Өзіңіз білесіздер, мен ауыл шаруашылығына бірінші күннен бастап көп көңіл бөлдім. Неше түрлі реформа жасадық. Қазірдің өзіндегі бағдарламаларда субсидия бар, екіншіден өнімділігі өте төмен бізде. 13-14 центнер гектардан алатын болсақ, соған біз қуанамыз. Мына көрші Қытайда 25-тен кем алмайды. Канадада одан да жоғары. Жерлері бізбен бірдей. Неге? Себебі біздің тыңайтқыштар жетіспейді. Біздің әлі техниканы алып болғанымыз жоқ. Сондықтан ауыл шаруашылығын солай қарай дамытатын болсақ, өзінен өзі ол жерге ондай адамның керегі жоқ болады. Біздің студент кезімізде жаздай біз ауылды барып бидай оратымыз. Сентябрьде, октябрьде сабаққа бармайды. Барлығын ауылға жіберетін. Ауылдағы жердегі барлық жүк машиналарын солай қарай жіберетін. Техниканы солай жіберетін. Электрик, слесарьдің бәрін солай қарай жіберетін. Тоқтатып қойып. Әскердің барлығын солай қарай жіберетін. Қазір ешбір ауыл шаруашылығы фирмасы алғысы келмейді ешкімде. Себебі артық ақша төлегісі келмейді. Сондықтан бұның екі жағы бар, екі жағының да шешімі бар. Қазір біз енді ауыл шаруашылығына мамандарды жіберіп жатырмыз жыл сайын. Оларға көтеріңкі жалақы беріп жатырмыз. Ауыл шаруашылығында егерде жаңағыдай өңдеу индустриясы көтерілетін болса, жұмыс болады. Қазірдің өзінде қарасаңдар, бұл мәселеге жауап беру үшін жақсы озық өндірістерге барсаңдар, ешкім кетпейді. Мысалы, мына солтүстік Қазақстанда Зинченко деген компания бар. Мына жерде Сауырдың компаниясы бар, Родина деген. Жастардың бәрі сол жерге қалады. Қалған жастарға үй береді, оқытады оларды. Жаңағы переработка дейміз ғой, жаңағы өңдеу мәселесінде. Ол завод, сол заводта жұмыс істейді де, жалақы табады да қалады. Не істеп бар еді ол? Қалада оның үйі болмаса, жұмысы болмаса, ана жерде жағдай жақсы болса, сондықтан ауыл шаруашылығында істеп жүрген азаматтар жағдай жасап, жастарды сол жерге болу керек. Кейбіреу қалада тұрғысы келеді, кейбіреу ауылда тұрғысы келеді. Біз ауылдан шыққан балаларымыз аңсаймыз ғой ауылды. Аңсаймыз. Бүгін Егемен Қазақстанда жусан туралы бір үлкен мақала шығыпты. Жусанның иісі адамның денесін сергітеді деп. Шынында да ауылға барсаң, ең бірінші дегенде бір түп жусанды жуып аласың да иіскейсің. Иісі аңқып тұрады. Ана фильмде
Сұлтан Бейбарысты сол жустаннан барып қай ел екенін таныған ғой. Сонымен ауыл деген біздің бесігіміз бәріміздің. Ауылға деген қамқоршылықты мемлекет әр уақытта алдында ұстау керек, қарап отыру керек, жағдай жасау керек. Жаңағыдай техниканы алсын, жаңағыдай тыңайтқыштарды көбірек шығарып, өнімді көбірек істеп, аз адамменен көп өнім шығаратын жағдайға келуіміз керек. Одан қорқуға болмайды. Урбанизацияны ешкім тоқтатамайды. Александр Бишевич, то, что сегодня страна имеет, сегодняшний Казахстан, ну это вот все знают, все казахстанцы, что это ваши достижения нашего народа, ваших соратников. Но есть и критикующие. Есть меня. ну как без них? Ну, большинство казахстанцев, и это весь Казахстан говорит о том, что это достижение ваше, как лидера нации, нашего народа. И я вот как человек, непосредственно, хоть и небольшой отрезок времени, наблюдаю за вами, как вы работаете, хоть и малую часть. В те времена это действительно многолетний такой титанический, бессонный труд. Поэтому сейчас очень важно понимать, на каких направлениях и проектах должно сконцентрироваться новое руководство страны, чтобы самое главное сейчас же это сохранить и приумножить, не растерять. Нам нужна преемственность, эволюция, постепенное развитие. А не давайте то сделаем, это сделаем. Это не работает в объеме государства. Поэтому, я уже говорил, у нас есть стратегические планы развития Казахстана до 2050 года. И вот дальнейшие программы все берутся оттуда. Значит, вот это сделать, 100 шагов, мы говорили, индустриальная программа, инфраструктурная программа, все идет оттуда. То есть это надо продолжать. Раз. Второе. Индустриальная программа. То есть от нефти и газа, металлов, жер қойнауындағы қарап отырмай, а это биржевые товары, они имеют плохое обыкновение менять цены. Сегодня так, завтра так. Нефть была недавно же в этом году выше 70, теперь стал меньше 60, а это все большие потери для бюджета. Как его восполнить? Но сырьевые государства через это проходили, поэтому мы должны создать альтернативную экономику. Мы уже создаем. 1000 предприятий мы создали сейчас. 1000 предприятий создали, там работают 400 тысяч человек. Я вот читаю, слышу сейчас, что вот Китай нас якобы захватывает. Где? Кого захватил? Что, землю казахстанскую погрузят в вагоны и куда-то увезут? У меня есть договоренность с руководством Китая, когда строим мы совместно казахстанско-китайское предприятие, и правительство подписывает, сколько специалистов придет сюда. По окончании строительства все уходят. И в свое время это был Хузинтау, он сказал, говорит, если не уходит, скажите, мы всех заберем назад. Поэтому не надо фантомные страхи какие-то завести. Не перенос предприятий, а мы выбираем самые передовые предприятия, которые нам нужны, Казахстану. Какие выпускать изделия. Вот их строим и уходим. А кто нам такие инвестиции даст? Сегодня только у Китая есть эти деньги. Все хотят пользоваться этим. А когда к нам добрые отношения, у меня со всеми руководителями Китая были самые лучшие отношения. Сегодня председатель Си Цзиньпин это подтверждает полностью. Наоборот, мы должны этим пользоваться, но быть умными. Мы поддержали шелковый путь, потому что этот шелковый путь нам очень выгоден. Сейчас от Тихого океана через Китай, Казахстан, Каспийское море, Кавказ, Европу везем грузы. И Казахстан на этих контейнерах зарабатывает. Уже 1 миллион контейнеров, а их будет 2 миллиона. И мы будем ежегодно просто так зарабатывать 5 миллиардов долларов на этом транзите. Понимаете? И говорит это, во-первых, и Россия, и Китай Богом данные соседи. Куда ты от них денешься? А раз так, мы должны строить добрые отношения и не поддаваться. Значит, у нас это воры и преступники, сбежавшие за границу, оттуда вещают. Честно говоря, меня их жалко просто. Жалко. Безродные люди ходят там, никому не нужные, и капают на собственную родину, хотят собственную... И өзінің елінде жаманшылық болса екен деп ойлайтын арамызға қалай адамның бүйрегі бұру керек? Айтыңдаршы. Вот Қазақстанда жаман болсын, Қазақстан шуылдасын, Қазақстан бір-бірімен төбелессін, қырылыссын, қалсын. Сондықтан ондай жауыздардың
сөзін тыңдамау керек. Менің жасым үлкен, барлық осы қазіргі жастардан. Менің істегенім көздеріңнің алдында. Мен айтпағанда кім айтады? Ұлттың үлкені, ұлттың ақсақалы ретінде, жан ашыры ретінде менің айтатын сөзім, менің айтатын жастарға беретін ақылым, ең алдыменен білім алуға тырысу керек. Мына өмір деген қиын. Бұл жерде сондай бір жақсылық бар, анау бар, мынау бар деп ойламау керек. Өзіңнің еңбегіңмен тапсаң, еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деген Абай бабамыздың айтып кеткен сөзі бар ғой. Еңбекке баулуымыз керек, білімге баулуымыз керек. Жақсы білім алсаң, еңбек етсең, өзің де жақсы боласың. Жанұяңды да асырайсың, ешкімге барып тіленбейсің. Жалпы Қазақстанның жанұялары, біздің ағайын, бұл мәселеге ойлану керек. Арандатуға ешқашан көнбеу керек. Барлығымыздың ойымыз елдің амандығы, жұрттың тыныштығы, Қазақстанымыздың тәуелсіздігі мәңгі болсын деп ойлауымыз керек. Сонда бәрі болады. Сонда бізде де болады, біздің келер ұрпағымызда болады. Ел сыйлайды, дүние жүзі сыйлайды. Дүние жүзінде сыйлы, құрметті ел боламыз. Соған не жесін? Руслан Әбішұлы, сіз еліміз тәуелсіздік алғаннан бері қазақ үшін қасиетті руханият орталықтарының дамуына ерекше қолдау білдіріп келе жатсыз. Сол рухани жаңарған, жанданған шаһарлардың қатарында сан ғасырлық тарихы бар Түркістан көш бастап тұр десек қателеспейміз. Өзіңіздің жарлығыңызбен былтыр Түркістан облыс орталығына айналды, арнайы Түркістан облысы құрылды. Дәл осындай тарихи шешім қабылдауға не түрткі болды? Ол көптен ойда жүрген мәселе еді. Тіпті осы елорданы таңдаған кезде де мен соны ойлағам. Кішігірім қала ол кезде елорданы жерге апармайтын болдық. Себебі бұл біздің рухани орталығымыз. Тіпті түрік әлемінің рухани орталығы. Ходжа Ахмет Яссауидің шығармалары мен ойы пікірі де сол жерден шыққан. Сондықтан осындай белгілі, баяғыдан тарихтан жазылып келе жатқан қала, 1500 жылдық тарихы бар, одан да көп деп айтады осы күні. Сол қаланы жандандырып, оңтүстігімізді халық жеткілікті, Құдайға шүкір. Мынау көптен бері қалай жасаймыз деп ойлап келе жатыр едім. Астананы салғаннан кейін оған онша қаражат та болған жоқ. Шымкент миллион халқы бар қала болғаннан кейін оны орталыққа бағылатын тікелей Алматы сияқты, Астана сияқты қала жасадық. Облыстың орталығынан кетті. Сондықтан мен Түркістанды облыс орталығы деп жарияладым, Түркістан облысын жарияладым. Өздеріңіз білесіздер, бәрі түрік тектес мемлекеттер, басқалар да оны қолдады. Мен дұрыс шешім деп ойлаймын. Керемет қаланың орталығы салынып жатыр. Неше түрлі мұражайлар салынып жатыр. Ходжа Ахмет Яссауидің, қазақ тарихының, түрік тарихының мұражайы. Үлкен ғимараттар, қонақ үйлер, медиа орталықтары, мектептер, ауруханалар, саябақтар барлығы салынып жатыр. Сондықтан елімізде тағы бір осындай орталықтың өскені, қаланың, осындай облыстың өскені, халқының көп тұратын жерде, қазақтың мәдениеттің қаймағы бұзылмаған жерде болғанына не жаманшылығы бар? Жақсылықтан басқа. Ол жерде қазірдің өзінде бірнешеге 100 мыңдаған адамдар келеді, туристер. Енді қазір одандарда көбейетін болады. Қонақ үйлер болады, жататын жерлер болады, аэропорт салынады. Ол мынау күре жолдың жағасында Ресейге кететін батыс Қытай, батыс Европа деген жолдың дәл ортасында тұр. Темір жолдың жанында тұр. Барлық ар жағында Ташкент деген үлкен қала бар. Қарым-қатынасына жақсы. Сондықтан меніңше бұл қуанышты жай еліміз үшін. Тағы бір үлкен қаламыз, тағы бір жеке облысымыз пайда болғанына мен өте қуанамын. Оған барлығымыз атсалысуымыз керек. Солай ғой? Александр Ильич, можно такой любопытный вопрос от Любопытный, журналиста? пожалуйста. Вот ваш пресс-секретарь иногда открывает завесу тайны вашего рабочего дня. Вот нам интересно, какой он сегодняшний ваш рабочий день? Мечтал, наконец, собой заняться, но не получается. Я принимаю, вы видите, принимаешь, да? Я принимаю, которые просятся ко мне. Я сейчас не вызываю. У меня задача конституционная, законная. Я занимаюсь партией, я руководитель партии, Ассамблеей народа Казахстана, я там остаюсь, и Советом безопасности. У него много всяких задач.
И, конечно, не могу не участвовать в приглашениях в различных международных форумах. Поскольку я теперь почетный председатель Евразийского экономического союза, и теперь меня избрали почетным председателем тюркоязычных государств в Баку. Состоится в понедельник, я туда еду. В этих форумах решаются, опять же, вопросы Казахстана. Его взаимоотношения, торговля, разными государствами заключаются соглашения. То есть я в этих своих делах работаю на родину, на страну, продолжаю работать. Очень мало времени. Давным-давно мечта такая была, я потихоньку маслом рисую, пейзажи рисую. Вот сейчас музей закончится, наверное, выставлю, говорят, 30 штук надо полотен, чтобы выставлять. У меня уже 30 есть. Везде, где природу рисую. Ну, не знаю, наверное, это не шедевр, но очень просят друзья, знакомые. Я говорю, подожди, сначала закончу, выставлю, потом уже там будете брать. Этот вопрос из тех, что хотелось давно этим заниматься, но времени для этого не было. Ну, что еще? Кроме дамбры я хотел играть на гитаре. Говорят, когда работу бросаешь, нельзя оставлять и сидеть, надо заставлять мозг работать. И я много читаю сейчас, разной литературы, до которого руки не доходило, и политические, естественно, ну и художественную мировую литературу. Книг у меня собранных много. И я сейчас перечитываю Ремарка. Очень интересные, жизненные у него произведения. Ну просто... А когда вот в молодости читал, не обращал на это внимания. Сейчас перечитываешь, совсем по-другому смотришь на это. И Бальзака люблю читать, Толстого. Так что времени такой личный, праздный у меня нету. Ну, дети есть, внуки есть. Больше хочу им с ними видеться. Все равно они теперь другие, эти дети и внуки. У них столько забот, у них нет времени. Точно же? Да. Нет времени. Работают с утра до вечера бедные. Прямо. И поиграть им некогда. Вот такой график, он нормальный. Ну вот повседневности такой, который у президента, у меня, конечно, нет с этой стороны. Я облегчился, ну, наблюдаю за всеми делами, работами. Я подсказываю, советую. Не просит совета, не советую. Но если вижу, что-то идет не так, конечно, не могу спокойно сидеть. Спасибо, Барян Остановишевич. Как говорил Черчилль, власть отдавать приятнее, да? Чем брать. Приятно, чем брать ее. И он был прав. Спасибо огромное за это интервью. Это важное интервью для населения, для людей. Вопросы возникают, ответить необходимо. Емен жарқын жағдайда өткен ерекше сұхбат үшін ризашылығымызды білдіреміз. Енді Айгүл екеуміз үшін журналист ретінде бұл тарихи сұхбат болып отыр. Сізге тек табыс тілейміз. Солай болды, жарты жылдан өтті ғой енді. Үйренетін де уақыт келді. Мен сол 19 наурызда сөйлеген сөзімді айтқан болатын халыққа. Менің қалған өмірімде, бұрынғы өмірімде, қалған өмірімде барлық ойым осы еліміздің, Қазақстанымыздың тыныштығы мен жақсылығы мен өсіп өркендеуі. Қолымнан келгенше осы жұмысты өмір бақи істеп келе жатырмын. Өмір бақи осы жұмыспен өтетін боламын. Менің басқа арманым да жоқ, менің басқа бір ойлайтын ойым да жоқ. Тек қана еліміз аман, жұртымыз тыныш болса екен, өсіп өркендеу тоқтамас екен деген мақсат. Меніңше елдің де мақсаты осылай болу керек. Егер де бірлік болмай, тірлік болмайды деп айтып кеткендей, бірлік болсақ, бір болсақ, бір-бірімізді түсінсек, сонда ғана жеңістікке жетеміз. Жаңағы осындай 30 жылдың ішіндегі өткен шаруаны қалай деп бағалайсыз деген кезде менің айтайын дегенім, мен 6 рет бүкіл халық болып мені президент сайлады. 6 ретінде де 80 мен 90%-ның арасында сайлаушылар маған дауыс беріп отырды. Қайдан келді? Bir жалғыз маған сонша күш қуат, сонша энергия, сол халықтың сенімі. Егер де елбасы менен халқы бірге болса, алмайтын қамал жоқ.
шықпайтын төбе жоқ. Сондықтан бірге болу керек. Бір болғанда табысты боламыз, бір болғанда барлық жұмысымыз өнеді. Елдің игілігіне, Қазақстанның игілігіне. Еліміз мәңгі болсын.